Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сізге сұлы жармасынан дайындалатын құймақтың, яғни овсяна блиннің рецептін ұсынамын. Таңғы асқа өте тойымды әрі пайдалы, дайындалуы да өте оңай. Бұл жердегі ингредиенттер бір порцияға арналған. Ең алдымен сұлы жармасының үстіне сүт құямыз. Үстіне жұмыртқа саламыз. Қант және дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Сұлы жармасы ісініп жұмсару үшін 5 минутқа қойып қоямыз. Қызып тұрған табаға аз мөлшерде май құямыз. Құймақтың қамырын табаға құйып, жайып шығамыз. Орташа отта қақпағын жауып 2-3 минуттай пісіреміз. Асты қызарған соң екінші жағына аударып, тағы 1 минуттай пісіреміз. Құймақты түсіріп алып, ішіне қалауыңыз бойынша кез келген салма салуға болады. Мен ішіне сгущенка жағып, жұқалап туралған банан салдым. Овсяна блин дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сымбат, сау болыңыздар.